Сіздермен бірге Арафат. Бүгін біз Бэтменнің оқиғаларын жалғастырамыз. Біз Бэтменнің әділеттілік әскерімен соғысуымен тоқтағанбыз. Бүгінгі тақырып Бэтмен мен Джокердің кездесуі болады. Сіздерге Бэтменнің жаңа саутын көрсетпеппін достар. Қазір сіздерге оны көрсетейін. Міне осындай болады оның сауыты. Ол алдыңғы серияларда кездеспейді. Мен жауыз Супермен деп айтып едім ғой. Осы соның саутын қиратқан. Сөйтіп Бэтмен бір больницаға барады. Ауруханаға яғни. Жаңағы вирусты тоқтату үшін бірдеңе іздейді. Сол ауруханадан сөйтіп тексеріп жатқанда Бэтмен деген дауыс шығады артынан. Эрик дейді. Бэтмен жағдайың қалай дейді. Жақсы емес. Қала біртүрлі болып кетті дейді. Иә, мен сен жаңалықтардан көрдім, және тағы анау Джокер ұқсап кеткен қаһармандарды көрдім дейді. Сөйтіп Бэтмен айтады, сен бұл жерде болмауың керек дейді. Мен түсінем, сен пациенттеріңді емдегің келеді дейді. Сол кезде айтады, мен бұл қалаға баяғыдан келгеннен бері көмек жасағым келген дейді. Сөйтіп айтады, саған да көмектескім келген. Сөйтіп Бэтмен маған көмектің қажет жоқ дейді. Сол кезде айтады, сен ол Джокерден бәрі қорқады. Сен де қорқуың мүмкін дейді. Сол кезде сен не айттың деп не істейді. Клац деген дауыс шығады мен. Осылай тырмен ар жағында қалады. Айтады, Эрик, не саған да ол жеткен ба дейді. Эрик сол кезде бетін түсіртіп алады. Не, ол? Деп таңғалып қалады. Мен негізі грим жағып алған бетіме сен тоқтайтын де осындай күрестеп қоғым ғой дейді. Ұрт. Қараңыздар, мынандай түрінде. Жаңағы Эрик деген адамның өз сені ұрт. Миымды ашытпашы. Шығар мен дейді. Сөйтіп, мен әрден красавчик болдым дейді. Сен сөйтіп айтады, сөмкесінен мынандай бірдеңені шығарып сөйтіп мен грим жағып алғам дейді. Сөйтіп, сен мені сағындың ба деп былай газдың арасынан шығады. Бэтменге газ жіберген уақытта болды. Бэтмен, не сен менен қорқып кешіріп қалдың ба? Мен не красавчикпін ғой дейді. Мені не кешіріп қойшы не дейді. Сөйтіп айтады, мен ұрыттарды ұнатпаймын дейді. Сөйтіп не дейді Джокер, сен менімен соғысыңды жалғастырсаң, сенің бетің менің сөмкемде болады дейді. Менің мынау бір сөмкесінен бет бірдеңе алып жатып, мынандай. Осындай алып жатып. Вирустың таралу күндерін мынандай болған. Мынау ең бірінші күн ауруханадан басталған. Анау әппақтарды көттісіміз сол Джокерге ұқсап кеткен. Анау екінші, үшінші күндер. Мынау сол ең соңғы күн. Бүкілі Джокерге айналып кеткен күн. Көрдің ба, мені тоқтатамайсың сен дейді. Ишугак дейді. Сөйтіп, не дейді айтады. Сен бұл жерден шыққанда достым, бүкілі сені не істейді, сенің бетіңе күлетін болады, бетіңе қарап деп бүйтіп мынандай
Мен пистолет алып жатады. Сол кезде Бэтменнің көзіне бір шыбын қонады. Сөйтіп атады Бэтменді. Мен бақ дейді да. Сөйтіп жаңағы Бэтменнің көзіне жаңағы шыбын қонып шағып алады. Былам деп. Ал достар, осымен аяқтаймыз бүгін. Екінші бөлім осымен бітті. Келесі бөлім Бэтменнің досының оған көмегі атты бөлім болады. Үшінші бөлім. Видеоны лайк басып, комментарий жазыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі видео бізде әлемнің қасиетті жерлері болады. Сау болыңыздар.